Толқын Исатайқызы өмірдің қиындығын көп көрген жалғыз бастана. Бес баланың анасы 2009 жылы өкпенің қатерлі дертіне шалдығып, жұмысқа жарамсыз болып қалыпты. Содан бері қамкөңіл жанға облыс жамағаты қол ұшын созып келеді. Мен енді өзім осы кезге дейін квартирден квартирге қаңғып жүрдім. Анда-мында квартира өте қиын болды. Кейде қатты қиналдым енді. Сол кезде қатты қиналған уақытта Патриот клубының ұжымдары маған өте көмектесті, қолдарынан келген. Квартираме ақшалай төлеп, тамақтай алып келіп, от жағатын болған үйлерім болды. Сол кездегі отындарына келіп, қиындығымды осы кезге дейін нетіп келдім енді. Сол кісілер менің қиындығымды көрсеткен жоқ. Пәтерден пәтерге көшіп шаршаған жанды Қарекет қоғамдық қоры шаттыққа бөледі. Құрылғанына 6 ай болған олар бүгін міне еліміз бойынша 3-ші баспананың кілтін табыстап отыр. Қайырымды жандардың көмегімен Толқын Исатайқызы қала маңындағы Озерный ауылынан кең үйге қол жеткізді. Қор жетекшісі Алғадай Әбілғазыұлы осылайша қазақтың жылу сынды ескі дәстүрін жаңғыртпақ ниетте. Ел болғаннан кейін осы жылап жүрген бауырларымыз, әпке қарындастарымыз азайса екен деген ниет біздікі. Және осы жерде үлкен көздеген тағы бір мақсатымыз мына қазақтың жылу жинау деген дәстүрін бір тірілсек деген ой еді. Өйткені кезінде білесіздер, ауылда болсын, басқа жерде болсын, кез келген бір қысылып қалған ағайынға бүкіл ағайын туыс ауыл болып келіп жиналып, жаңа жылу дейді, жинайды да аяғынан тұрғызып жіберетін, немесе құтқарып жіберетін. Тура осы сияқты бүкіл ел болып бір 1000 теңгеден сол бауырларымызды аяқтан тұрғызсақ деп, өзіміздің елдігімізді көрсетсек, бұрынғы дәстүрімізді тірілсек деген ниеттерімізде болған. Елге танымал өнер қырандары театрының ұжымы да Қарекетке ашылғалы бері ақпараттық қолдау көрсетіп келеді. Ұжымның белді мүшесі Сырымбет Бибосынов та қуанышты жағдайға куә болды. Рухани бағыттағы театр болғандықтан осы Қарекет қайырымдылық қорымен бірлесіп жұмыс істегенді жөн көрдік. Себебі халықтың да сенімділігі артады кішкене. Үлкен сенім пайда болады. Мінекей осы өнер қырандары жүр екен. Ең болмағанда бұл жігіттерде алдамайды. Сондықтан да қор өте сенімді болады да, қордың жұмысы барлығы. Сондықтан да біз бірігіп жұмыс жасап жатырмыз, Аллаға шүкір. Осынау игі шараның басы қасында жүрген қайырымды жандарға облысымыздың бас имамы Еркебұлан Ибраимұлы алғысын білдіріп, қор жұмысына береке тіледі. Шын мәнінде бұл үлкен сауапты іс. Алла қаласа осындай жандардың, осындай қол ұшын беретін жандардың көп болуын тілейміз. Шын жүректен өз тарапымыздан тек мың алғыс айтамыз. Осы баспанаға ие болған отбасында шын жүректен құттықтаймыз. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Облыстық мешіт жамағаты болса, Толқын Исатайқызына берілген үйге жиһаз жабдықтар алып, материалдық көмек бермек. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жекепбаров, Рустам Жұмашев, ТДК Хрека телеарнасы.